Салем достар, бүгін біз сіздермен Present Simple тақырыбында сөйлесетін боламыз. Жалпы, Present Simple'ды көп адамдар бізде Present Continuous'пен шатастырып жатады. Мысалы, мына сөйлемге назар аударыңызшы. He is a bus driver. He is a bus driver дегеніміз ол бізде көлік жүргізуші, жалпы бұл өмірде. But now he is in bed asleep. Бірақ ол қазір төсекте ұйықтап жатыр. He is not driving a bus. Ол қазір көлік айдап жатқан жоқ. He is asleep. Ол ұйықтап жатыр, But he drives a bus. He drives a bus дегеніміз ол present simple. Ол көлік жүргізеді. Ол автобус жүргізушісі. Drives деген бұл бізде he, she, it болған кезде етістікке s жалғанады. Ал егер біз I, you, we, they дейтін болсақ, біз жай ғана етістіктің бірінші жағын қолданамыз, яғни drive, work. Және де біз I, you, we, they деген кезде біз қолданатын сөз ол do, яғни көмекші етістік do. Do және does бізде болымсыз және сұраулы сөйлемдер жасауға көмектеседі. Ал енді present simple деген не? Present simple'ды біз қолданамыз. We use present simple to talk about things in general. Яғни біз present simple'ды жалпы жағдайларға қолданамыз, Жалпы жағдай деген ол қандай? Ол мысалы, nurses look after patients in hospitals. Медбикелер осы пациенттерге осы дәріханада қарайды, яғни look after, қарау. I usually go away at weekends. Мен әдетте демалыс күндері алысқа шығамын. The earth goes round the sun. Жерді күн айналып өтеді. Яғни бұл факт. The cafe opens at 7:30 in the morning. Сағат 7:30-да бізде кафе ашылады. Осындай қарапайым сөйлемдерде біз present simple'ды қолданамыз. Яғни present simple'ды қолданған кезде біз әдетте болып тұратын сөйлемдер жайлы айтамыз. The time or repeatedly or that something is true in general. Repeatedly, яғни қайталанатын іс-әрекеттер. Мысалы, мен күніге мектепке барамын. I go to school every day. Болмаса, сізге не ұнайды тамақтан, What do you like to eat? Болмаса, she doesn't eat fish. Яғни ол беш жемейді, Яғни біз қандай да бір фактілерді айтқан кезде present simple'ды қолданамыз. Present simple'ге біз бүгін тоқтап жатырмыз, бірақ present simple'мен өте байланысты ол to be бар. Бірақ to be'ді келесі сабақта қарастырайық, бүгін тек қана present simple. Мына сөйлемдерге назар аударайық. Қазір біз қалай сұрақ қоятынымыз және болымсыз сөйлемдер жасайтынымызды көрейік. Сұрақ қою үшін бізге do, does алдына шығады, одан кейін есімдік кетеді және етістік. Мысалы, do you work? Сен жалпы жұмыс жасайсың ба? Болмаса, does she drive? Ол көлік айдай ма? Does he drive? Ол көлік айдай ма? Ол. Болмаса, біз болымсыз сөйлем жасайтын болсақ, I don't drive. Мен көлік айдамаймын. I don't drive. Яғни, мен әдетте, жалпы, факт бойынша айтып тұрмын. Күнделікті іс болмаса, фактілер, Егер сіз айтсаңыз, she doesn't work десеңіз, ол қыз бізде жұмыс жасамайды. Егер сіз айтсаңыз, where do you come from? Сен қайдан боласың? I don't go away very often. Мен алысқа көп жиі шықпаймын. Болмаса, rice doesn't grow in cold climates. Rice, білесіздер ме? Rice бізде күріш. Күріш бізде суық климатта өспейді. Бұл факт, кеше, ертең емес, жалпы факт. Келесі, what do you do? What do you do дегеніміз, сен жалпы немен айналысасың? Чем ты занимаешься? I work in a shop. Мен магазинде жұмыс жасаймын. Мен дүкенде жұмыс жасаймын. He's always so lazy. Ол әрдайым қандай? Lazy, ленивый, жалқау. He doesn't do anything to help. Ол ештеңе жасамайды көмектесу үшін. He doesn't do anything. Ештеңе жасамайды. Біз present simple'ды как часто, how often, яғни қаншалықты жиі болатын
әрекетті сипаттау үшін қолданамыз. Мысалы, I get up at 8 o'clock every morning. Мен күніге таңертең сағат 7-де тұрамын. Every morning. How often do you go to dentist? Сіз тіс дәрігеріне қаншалықты жиі барасыз? How often? Julie doesn't drink tea very often. Бізде Julie көп шай ішпейді. Жиі шай ішпейді, very often. Robert usually goes away 2 or 3 times away. 3 times a year. Роберт бізде әдетте бір жаққа шығып тұрады, 2 немесе 3 рет жылына. Көбінесе қазақ тілінде біз ағылшын сөйлемдерін соңынан аударамыз. Мысалы, мынау осы сөйлемді алатын болсақ, Robert usually goes away 2 or 3 times a year. Соңынан бастаймыз. Жылына 2 немесе 3 рет Роберт бір жаққа шығып тұрады. Сөйлемді аударған кезде осы шақтарға қарап аударсаңыздар, сіздерге өте жеңіл болады. Сіздерге тапсырма. Қазір мынау 2 тапсырманы видеоны паузаға қойып орындасаңыздар болады. Бұл жерде мақсат қандай? Сіздер present simple-ға қоясыздар сөйлемдерді. Яғни Julie мерде not деп тұр және drink деп тұр. Сіздер не істейсіздер? Julie doesn't drink tea very often деп жазасыздар. Комментарийге осы сөйлемдердің барлығын жазып, сіздердің түсінбегендеріңізді көру үшін жасап кетсеңіздер болады. Жалпы тақырып түсінікті болса, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Қай жер түсінікті болды, қай жер түсініксіз болды. Келесі жолы сіздермен present continuous және to be осы грамматикасын қарастыратын боламыз. Келесі видеода көріскенше.